Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі ашық сабағымыздың біздің тақырып бұл автокөлікке компьютерлік диагностика жасау. Жалпы компьютерлік диагностика дегеніміз не? Компьютерлік диагностика дегеніміз автосканер құрылысы арқылы автокөліктің электроникалық жағдайын түсіну және электроникалық жағдайына ақауын оқып, оны жою. Компьютерлік диагностикалауда автосканер құрылғысының көмегімен біз автокөліктің электронды басқару блогына, яғни компьютеріне ену арқылы автокөліктің барлық жай-күйін осы планшетқа анықтап шығарып аламыз. Автосканердің ішінде бұл біздегі планшет және OBD2 сканерінің құрылғысы. Бұл екеуі бір-бірімен Bluetooth арқылы қосылып, осы Bluetooth арқылы жұмыс істейді. Яғни OBD2 сканері Bluetooth арқылы автокөліктің қателіктерін планшетке шығарып береді. Сол арқылы біз планшеттен автокөліктің барлық жай-күйін анықтай аламыз. Автокөлік, яғни Toyota Prius гибридті автокөлікке біз осы Launch автосканері арқылы қатесін іздеп, соны тауып, тәжірибе жүзінде өзіміз жүзеге асырамыз. Бізде қолымызда планшет бар, OBD2 сканерінің қосындысы және қосымша бағыттаушы шнурымыз бар. Баға OBD2 сканері Bluetooth-бен жұмыс істейтін құрылғымызға бірінші шнурды жалғаймызда, одан кейін әр автокөліктің диагностика жасалатын өзінің орны болады. Жаңағы OBD2 деп айтамыз ғой, сол OBD2 фишкасы автокөлікке орналасқан. Автокөліктің былайша айтқанда компьютеріне, миына, электрондық басқару жүйесіне кірдік. Bluetooth-бен қазір осы OBD сканері бізде Bluetooth-бен оқып тұр. Бізде push стартпен қосылады автокөлік, сондықтан бізде міндетті түрде мына ішінде чип болғандықтан кілт өзімізбен бірге жүреді. Бұл гибридті автокөлік, сондықтан бұл ең бірінші токпен қосылып бастайды. Бұнда ешқандай да дауыс болмайды машинада. Міне. Интеллектуальный диагностикасына кіреміз. Яғни автокөліктің біз қазір маркасын, моделін, тип, двигателі барлығын тексеріп, тура мағынасында кіруіміз керек болады. Bluetooth арқылы оқып жатыр. Біріншісі. Екіншісі, Toyota'ны таңдаймыз, читает вин-код. Вин-кодты алып шықты. 2018 жылғы Toyota Prius двигателі және 1.8 қозғалтқышпен вин-код номері шықты. Диагностиканы басамыз. Шиқылдау арқылы біз компьютер, яғни миға кіріп жатырмыз. Енді мен шығып көрсетейін ары қарай. Жазулар бар. Біз 16 контактын таңдаймыз. Өйткені жаңағы біздің OBD сканерда тізбектер саны 16 болды. Сол 16-ны міндетті түрде басамыз. 16 таңдалды. Енді қараңыздар. 50 деген не, 51 деген не, 55 деген не? 50 деген алдыңғы жетек, передний привод, 51 деген артқы жетек, задний привод, 55 деген гибридпен қоса бізде тоққа қосылатын батарейканың көмегімен жұмыс істейтін гибридтің қосалқы түрі. Алдыңғы жетекті автокөлік, яғни біз 50-ді таңдаймыз. Автокөлік 2017-тен былай қарай 2018 жылға. Ал бізде екі түрлі нұсқа көрсетілген. 2017-тен былай қарай сызықпен көрсетілген және 2015-тен 2017-ге дейін. Біз қайсысын таңдаймыз? 2017. Яғни біздің автокөлік 18 жылға. Міне, автокөліктің толық информациясы, яғни шығарылған жері блокқа кіріп жатыр. Автокөліктің миына кіріп жатыр басшылық кезде. Міне. Отчет, выбор система, настройка дейді. Біз выбор система, яғни автокөліктің жүйесіне кіруіміз керекпіз. Енді полная система, силовая, шасси, кузов дейді. Бізге силовая передача керек. Неге? Өйткені біз көбінесе автокөліктің қозғалтқышына ошибканы іздейміз. Мында міне. Модуль контроля двигателя, радар, генератор және гибридный контроль. Бізге қайсысы керек? Контроль двигателі керек. Дәл қазіргі кезде автокөлікте ешқандай ақау жоқ. Ешқандай ақау жоқ деп бізде көрсетіп тұр. Яғни автосканер арқылы көріп, автокөліктің ешқандай да ақау жоқ екеніне көз жеткіздік. Енді біздің қазіргі мақсатымыз автокөлікке қандай да бір ақау беру. Біз бұны қалай береміз? Осы распредвалдың датчигін біз ағытамыз. Фишкасын, міне, фишканы шештік. Енді планшетіміз дұрыс жұмыс істеп тұрса, яғни автосканеріміз. Автокөлікке ақауды бердік,
автокөлік ақауымен тұр қазір. Енді қазір от алдырып, автокөліктің ақауын қараймыз. Кеттік. Қазір электронды басқару жүйесіне кіріп жатыр, тура жаңағындай. Біздің қазіргі мақсатымыз шешілген распредвал датчигінің шынымен де ақауы болып көрсетілгенін табу керек болып тұр. Жаңағындай жүйе таңдауы және силовая передача дейміз. Содан кейін біздің двигатель бойынша, яғни іштен жану қозғалтқышы бойынша. Считывание кодов неисправности, яғни ақауды көрсету, оқу кодты. Яғни жаңа біздің осының алдындаған автокөлікте ақау болған жоқ. Біз өздігімізден қолымызбен ненің распредвалдың датчигін шештік. Солай ма? Сөйтіп біз распредвалға ошибка ақау бердік. Сол ақау мұны бізде планшетте шықты. Яғни біздің планшетіміз, автосканеріміз автокөліктегі ақауды бізге экранға шығара алып тұр. Осылай біз диагностиканы жасаймыз. Енді бұны қайтадан өзінің орнына қойып, ақауды өшіру керек. Одан кейін қайтадан біз не істейміз? Автокөліктің ақауына кіріп, толығымен ешқандай да ақаудың болмайтынына және болмай тұрғанына көз жеткіземіз. Кеттік. Олай болса автокөлікті өшіреміз. Енді біз жаңағы қойған ақауды планшет арқылы таптық. Енді біз сол ақауды қайтадан орнына қойып, планшет арқылы оны жалпы системадан, жалпы электронды басқару блогынан өшіріп, автокөлікті өзінің жай-күйіне қайтадан алып келеміз. Сол фишканы өзінің орнына қыстырамыз. Автокөлікті от алдырдық. Яғни электронды блок басқару блогына біз қайтадан кіріп жатырмыз. Автокөліктің қозғалтқышына біз мына жерден жаңағы өзінің ақауын қайтадан қалпына келтіріп, жойып жөндедік. Енді оны біз лаунчтан, яғни автосканердан планшет арқылы қайтадан тексереміз. Шынымен де бізде қате жоқ па? Автокөлікті не істедік? Қайтадан өзінің бұрынғы қалпына қайтардық. Осылай. Түсінікті ма? Қандай да бір сұрақ автокөліктің осы компьютерлік диагностикалау түріне және осы лаунч автосканер арқылы жұмыс істеген кезде сұрақтар бар ма? Олай болса біз былай істейміз қазір. Тура осы қателікті автокөлікке қою арқылы арамыздан бір студент осы біздің көрсеткен тақырыбымызды қайтадан бізге қайталап көрсетіп береді, және осы арқылы біз сұраққа жауап ала аламыз. Автокөлікті қосу арқылы автосканермен электрондық басқару жүйесіне кіреді. Жаңа түсіндіргеніміздей планшетті ала ғой, планшетқа қосып, диагностика, асықпа. Bluetooth уже шиқылдап бізге кіру нұсқаулығын беріп жатыр. 16 контактыны қабылдаймыз. Плюс. Окейді басып кіреміз. Яғни 2017-тен былай қарай жақсы. Енді қозғалтқыштың өзіне кіреміз. Қабылдаймыз. Енді бізде жаңа кодты оқу жүйесі, соған кіреміз. Енді бізде не деп тұр? Яғни бізде барлық автокөліктің жалпы қозғалтқышына кірді. Электронды блок управления, яғни электронды басқару блогын пайдалану арқылы біз автокөліктің қозғалтқышына кіріп, соның барлық ошибкасын тексеріп шықтық. Бізде код не существует, кода проблема неисправности. Яғни біздің қозғалтқышымызда ешқандай ақау жоқ екенін айқындап тұр. Біз өзімізден қолдан біз бұл автокөлікке не істейміз? Қателік береміз, яғни ошибка, ақау. Қандай да бір ақау жасаймыз. Кеттік олай болса. Бір ескере кететін жай бар, құрметті студенттер, тыңдап алыңыздар. Бізде қысқа тұйықталу болмас үшін, короткий замыкание дейміз ғой. Біз қандай да бір ақау бергенде, қандай да бір ақауды жөндеген кезде автокөлікті міндетті түрде өшіріп қоямыз. От алып тұруға болмайды ешқашан. Сондықтан ол қандай да бір қысқа тұйықталу болып, кез келген бір жүйенің
зақымдалуына алып келуі мүмкін. Сондықтан біз қысқа тұйықталудың алдын алу мақсатында біз ақауды берген кезде де, ақауды жойған кезде де автокөлікті не істей қоямыз? Өшіріп қоямыз. 4 цилиндрдің біреуінің катушка зажигания дейміз ғой, катушкасын ағытамыз. Екінші, үшінші, төртінші деп көрсетіледі. Осы ошибканы іздейміз. Кеттік. Қателікті ақауды бергеннен кейін, интеллектуальный. Қателікті бергеннен кейін қайтадан жаңадан бастап автокөлікке кіріп жатырмыз. Басқару блогына кіріп жатырмыз. Басқару блогына кіріп жатырмыз, диагностика арқылы. Жаңадан ақауын іздеп жатырмыз. Модельді іздейміз, Prius бар. Енді біз 50-ді басамыз, бізде 18 жылғы автокөлік. Бұл бізде автокөлік, қарасаңыздар, мына жерге чек жанды. Енді біз қайттан жүйеден шығамыз. Жүйеден шығамыз да қайттан кіреміз. Мына, енді қараңыздар. Не дейді? Цеп катушки зажигания Б дейді, обрыв дейді. Бұл неге Б деп тұр? Бұл яғни жаңағы 1, 2, 3, 4 деген цилиндрда 2-нің орнына бізде Б деп, яғни А, Б, С, Д алфавитпен көрсетілді. Яғни қателік табылды ғой. Қателік табылды, біз автокөлікті өшіреміз. Міндетті түрде. Орнына тырс етіп келу керек. Енді бізде автокөлігімізде ешқандай да проблема, ақау мәселе жоқ. Түсінікті ғой сабақ? Сабағымыздың түсіндірмесі осылайша. Яғни компьютерлік диагностика, оның мақсаты, оның қазіргі қоғамдағы, жалпы қазіргі кездегі маңызы қандай. Осы бойынша біз осындай тақырыптарды еңсердік. Компьютерлік диагностика дегеніміз қазіргі замандағы автокөліктің қандай да бір ақауын, былайша айтқанда уақытымызды да артық, қалтамыздағы ақшамызды да жібермей, жылдам ақауларын тауып алуға арналған құрылғылар. Сабақтың тақырыбы түсінікті ма? Компьютерлік диагностика. Компьютерлік диагностика дегеніміз не болды сонымен? Кім айтады? Көліктің ақауларын білу үшін компьютермен көреді ақауды, көліктегі ақауды. Бұл автосканер жаңағы көліктің ақаулары деп жатсың ғой. Сол ақауларды не арқылы, ненің көмегі арқылы оқып тұр? Автосканер көліктің басқару құралына қосылу арқылы көліктің ақауын табады. Ал құрметті студенттер, осы жаңағы біздің компьютерлік диагностикамыз бойынша жалпы өзіміз қандай ой түйдік және оны қалай біз өмірімізде елестете аламыз? Соны айтып беретін студент бар ма? Біз автоэлектрик диагностикалау сабағында машинаның бұзылған жерін тез және дәл тауып, соларды жөндеуді үйрендік. Ал құрметті студенттер, осымен бүгінгі біздің компьютерлік диагностикалық сабағымыз аяқталды және тақырып айқындалып, біз бұны теориялық және практикалық, тәжірибелік түрде өздеріңізбен бірге көрсете алдық деп ойлаймыз. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Аман сау болыңыздар.